Армысыз қазақ елі. Ұлт мәртебесін жаратушы ием әрдайым биік көтерсін. Алланың сәлемі болсын баршаңызға. Кешегенде өзім берген сұрақтарға өзім жауап іздеп көріп, қанша архивтерді араладым, қанша жерлерге кіріп шықтым. Өзім беріп көрейін жауабын. Қазақ хандығы Қобыланды мен Әмір Темірдің немересі Саяттың ортасындағы қызға талас. Соның арқасында арғынның ақ биі Дайырқожаның баласы қайтыс болды Қобыландының қолынан. Бүткіл арғын көшті. Ақ Ордаға көшті. Ақ Ордаға қарай көшіп келатып, Хан таудың етегіне келіп тоқтап, сол жерден жер берді Ақ Орда. Бірақ артынан 40 қарақшы келді, Керей мен Жәнібекті өлтіріп алып кету үшін. Сол келген 40 қарақшыны жекпе-жек даласында өлтірген Ілияс Есенберлинді оқыңдар. Ақ Бақай алтын заводының орнында Орақтының атының аты ол. Сол жерде бәрін Орақ батыр жеңді. Сөйтіп Керей мен Жәнібекке қауіп төнген жоқ. Негізгі қазақ хандығы осылай ыдырап, Алтын Орданың әміршісі Әбілқайырдан осылай ыдырады. Сөйтті да 300 батасын беріп, Хан тауы, Жамбыл тауы, 3-ші тауды Ақ Бақай деп Орақ батырдың астындағы мінген атының атынан атады. Сенбесеңіздер, Шуда Мойынқұм даласында Хан тауының етегінде Ақ Бақай деген тауы бар, және Ақ Бақай деген алтын заводы бар. Бұл екі орынның тарихы осыда. Сөйтіп 300 ноқта басы Орақты деп бата берді. Бұл бір бола ма? Сол кезде Орақ батыр қалың қамыс қамау балқаштың ішінде еді. Екінші, Абылай. Есептеңіздер. Жоңғар шайқасы, Ақсүйек даласы, 300-дің бәрі шегініп осы далаға келіп жетті. 300-дің басы осы жерде қосылды. Осы жерде Хан тауының етегі Ақсүйек пен Күрті өзенінің бойында қырғын болды. Үлкен әскер, үлкен негізгі әскер қамау балқаштан шықты. Ешкім білмеді. Сол әскерге айдап келді бәрін. Одан кейін Кенесары хан 46 жыл 1800 қамау балқашқа кеп кіріп, осы жерде соңғы өмірінің аяғын өмір сүріп, Қырғызға кірді де өлді. Осы жерде қорған болды. Және соңғы жолбарыс осы жерде атылып, Іле Балқаштың бойында үкіметке сыйға тартылып, үкімет Кенесары ханның пілтелі мылтығымен қылышын орап Ақпатшаға табыс етті. Соны білген Қонаев көзінің алдында, қазіргі Қапшағай Қонаев қаласының етегінде Қазақстан деп үлкен коттедж үйлер бастады. Сөйтіп, осы жерде еш уақытта нелетный погода болмайды, осы жерде аэроплан болады, осы жерде Алматы қаласының орталығы, Қазақстанның орталығы осы жер болады деп, Қазақстан деп бастады. Бірақ кім екені белгісіз, арыз жазып ол кісіні 3 күнге орнынан алып тастады да Қапшағай су қоймасын жасады. Сөйтіп, сол жерде тұрған 4 ауылды судың астына жасады, батырып жіберді. Енді бұл судың астына кеткен ауыл туралы атақты Қатағанмен айтысқан Сүйінбай ақын қалай айтады. Таңбалы тасты белге алып дейді, бетке алып, Іледен ары өтейін, Жалайырға жетейін деп Қапшағайдың орнына келеді. Ақ Орданың орнына келеді. Осы жерде үлкен құрылтай өткен, соңғы құрылтайдың өткен жері бұл жерде суға батырып жіберді. Сондықтан Қонаев мырзаның соңғы айтқаны бар. Бәрібір бұл жер ұлы даланың қаласы болады деп. Енді бұның бәрін жинап қойып та ары қарай Әмір Темірге барайық. Әмір Темір 20 жыл Жаркентте отырған Ақ Ордаға шапты. Оны Жалайыр деп түзеп қойды. Жалайырларға шапқан жоқ, Ақ Орданы құлатты. Ақ Орданың орнында әлсіретті, ешкім қалмады. Сол кезде бір баланы Жаркентте әлі күнге дейін Ақ Орданың үлкен дуалы бар.
қазіргі әулиағаштың түбінде. Сөйтті да бір баланы судан өткізіп жіберді. Бітті. Сонымен Ақ Орда деген тарихтың бетінде чуть-чуть қана қалды, бір-екі жерде шығады. Оны Шәкәрім Құдайберді айтады. Бүткіл жиналғандардың үстінен дан алып жинап тұрған Алашорда, Ақ Орда деп. Шәкәрім сол заманда Алашаханның ұрпағы Тынымбет, Қосымбеттер екенін айтып кетеді. Бірақ оны жарияламау керек дейді. Олар өздері аз қалды. Ақсүйек дейді. Түсіндіңіздер ғой? Сөйтеді да 1932 жылы салып бүткіл жолбарысты түгел атқызады. Сөйтеді да сол кезде құрылтайға отырған Арықтың, Бәйшенің ұрпақтарын ешқандай жерге шақыртқызбайды. Неге? Енді осы жерге келгенде және оны тарихқа кіргіздірмейді. Оның себептерін содан кейін айтамын. Тәуке хан Сайрам қаласының соғысында шегінген кезде бүткіл жолды білетін және қуыс-қуыстың орнын жақсы білетін және бас батыры Өтес батыр. Өтес батыр өзінің мекені, туып өскен жері Қамау Балқашқа келіп бір жыл сақтап алады да, сол жерде есін жинап, қайтадан 82 шабуыл жасайды. 84-те Сайрам қаласын босатады. Бірақ Өтестің баласы Базар осы жерде туады. Осы жерде 1781 жылы 100 жасында Абылайдың қазынасысы, Абылайдың өзінің арыстың мойнына соққан бас қаласы, столицасы, кейін Абылай өлген соң ол жерде текстеп түсірген қаланың орны бар. Осы жердің негізін қалаушы 100 жастағы Батыр Базар сол жерде өледі. Енді нақты жауап. Ол арада талай ғасыр өтіп кетті. 1600 жылдардың ішінде Арық тынымынан шыққан Жанғожа биге Шыңғыс ханның мөрі басылады. Би деген. Енді Әмір Темір 20 жыл Бабырнаманы оқысаңыздар, 20 жыл шапқан кезде алдында 2 құрылтайға әкесін жібереді. Шыңғыс ханның мөрін маған берсін, мен хан болам деп. Сен хан боламайсың, сен әмір ғана боласың деген оған хат береді. Ол сонымен әмір болып қалады. Сондықтан Әмір Темір өзінің қай жерде Жалайырдың ұрпағы бар, мөр осыда деген жердің бәрін шабады. Россияны да шабады, Алтын Орданың басы қай жерде бар, соның бәрін шабады, мөрді таппайды. Ең соңында амалы таусылған Әмір Темір Қытай қаласын шабам, Қытайда Мұхали Жалайырдың қолында Шыңғыс ханның мөрінің копиясы, түп нұсқасы емес, копиясы бар, соны аламда мен бәрібір оригинал хан болам деп Қытайға шыққан кезде қайтыс болады. Осыны білген Сталин Әмір Темірдің басын ашқызады. Соғыс кезінде 39-да 41-де соғыс басталып кетеді. 39-да үкім шығады қазуға. Қайтадан жерлегенде жеңеді. Бірақ соғыс біткен соң Шыңғожа бидің шыққан оригинал мөрі Жалайырларда білгенін, оның ішінде Артыным деген асыранды бала екенін, ол Шағатайдың төрінен келіп Ақ Орданың ішінен келген екенін білген үкімет біздің қазақтың өздері Ойшыбайды қуады. Ойшыбайды қудалайды, бірақ онда мөр жоқ екенін біледі. Ойшыбай 1909 жылы қайтыс болады. Одан кейін мөрдің жаққа шықпайды. Оның баласы Әшембек 12 жыл би болады. Ол архивте тұрған дүниелер. Мен бір дүниені дәлелсіз айтпаймын. Соғыс біткен кезде Сталиннің бұйрығымен Ойшының тума-туыстары қашып, Нарынды өтіп, Қарабас деген жерге барып мекен етеді. Осы Қарабаста отырған 2 ауылды тірідей қырып салады. Әлі күнге дейін ол жерде сүйектер жерленбеген, шашылып жатыр. Осының бәрін жинақтап келіп қарағанда неге бұл тарих айтылмайды? Әсіресе жиынға неге шақырылмады? Өйткені арық тынымдар орыстыққа, бодандыққа қол қоймағандар. Олардың ондай жерге баруына болмайды. Орысқа бодан болмаған. Және бодан болды десе, әкеңіздерші тарихтың бетін ашып. Бір жерде арық тыным тайпасының
орыстарға бодан болмағаны. Сондықтан бізді түп нұсқамызға дейін 46, 47, 48 жылға дейін бізді тек қана атумен болған. Ал біздің тарихшылар бұл дүниені біреусі де шығарған жоқ. Енді сол бабалар ізімен шығып, менің атам неге айтылмайды деп бастасаң, сен руға бөліндің дейді. Мен руға бөлінген жоқпын. Менің ата тегім, менің өзімнің әкеме дейін қазақты, ұлтты, ұруды сақтауға қызмет етті. Енді мен де қазақтың елі, жері аман болса екен деген тарихи дәлелге шығатын болсам, бәрі маған президент болғың келе ме дейді. Түкірдім мен біреудің қарғысын. Мен президентке ақылшы болғым келеді. Президентке мен совет бергім келеді. Президент менен ақыл алып отқанын қалаймын. Міне нақты жауап. Нақты дәлел. Нақты үш рет қазақтың құлап құрдымға кеткендегі соғыс болған жері. Және Тәуке хан да Қамау-Балқашқа кірген. Төле би де, Әйтеке де, Қазыбек те Қамау-Балқашқа барған. Оған дәлел арғын тарақтылармен Жалайырдың ортасында дау түскен кезде дауды шешуге Майкөл деген сағаға келеді. Майкөлдің басында, Орақтата әулиенің басында отырып шешеді дауды. Бұл аңыз бар. Үш би отырып кешкі төбенің басына шыққанда көлде шүпірлеп жүргізген үйректі көреді. Сол кезде Төле би айтқан екен, мына көлдің үйрегін ай деп. Сонда Әйтеке би айтқан екен, үйрек құрлы болмадық па бір көлдің дәнін бөліп жеуін ай дейді. Төмен қарай түсіп бартқанда Қазыбек бидің айтқаны бар екен. Ленің оң жағын арғын тарақтылар, оң жағын жалайырлар, сол жағын арғын тарақтылар жайлап отырып, бір көлдің дәнін бөліп жіберсе болмай ма деп. Осылай дауды шешіп кеткен екен. Бар болыңыздар ағайын.